Облыс басшысы жинаған іс-шараға Жамбыл облыстық сотының төрағасы Рүстем Алшынбаев, Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Қарлығаш Аралбаева, Нұр Отан партиясы облыстық филиалының бірінші орынбасары Шабден Тоқтасынұлы, Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Маржан Қожаева, облыстық адвокаттар алқасының төрағасы Анжела Раисова, бітімгер құқық және медиация орталығының директоры Лариса Сафонова қатысты. Біріккен кеңес дауды шешудің балама тәсілдерін қолдануда өзара қолдау көрсету, бітімгершілік процедурасын насихаттау бағытында өтті. Медиатор кәсіби жағынан көмек бере алатын, қиын жағдайда азаматтарға жол көрсететін адам. Медиаторлар заңды түрде жанұялық, мұрагерлік, еңбек даулары бойынша тіпті кейбір қылмыстық істерді шешуге де қатыса алады. Олардың басты міндеттері жанжалды екі жақты өзара тиімді шешу болып табылады. Медиацияның тағы бір тиімді жағы судьяның жұмысын жеңілдетіп, жалпы сот жүйесінің жұмысының тиімділігін арттырады. Жаңа азаматтық іс жүргізу кодексі тартысқан тарапты сотқа жеткізбей-ақ татуластыруға, мәмілеге келуге мүмкіндік береді. Бұл дауды шешудің төтеде тиімді жолы болмақ. Медиаторлар осылай дейді. Осыдан 2 жыл бұрын мынандай жағдай орын алды. Бірден бір қылмыстық іс қозғалмастан барлық жұмысты медиаторлар бітімгершілік жолмен шешті. Қазіргі таңда бітімгер құқық және медиация орталығында 90-нан астам медиатор жұмыс жасайды. Олар шынымен де жақсы адамдар. Ең үлкені 86 жаста, ең кішісі 28-де. Қазірде облыста 95 медиатор қызмет етеді, және барлық дерлік ауданда медиация кабинеттері ашылған. Енді шалғайда орналасқан ауыл тұрғындары отбасылық, еңбек, азаматтық және өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын жанжалдарды реттеуге өз аудандарында орналасқан бітімгерлердің көмегіне жүгініп, тез арада дауды шеше алады. Ақбота Қайнар, Марат Таубаев, 77 News.